Ассаламағалейкум достар, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Бүгін біз сіздерге әдеттегідей футболдың жаңалықтарын дайындадық. Олай болса, бірден бастайық. Бүгін тағы да тамаша футбол түні болады. Бүгін Лига Европа. Видеоны соңына дейін қараймыз, себебі видеоның соңында қай каналдан қандай ойын болады, сағат нешеде болады, бәрін айтатын боламыз. Ал достар, кешегі бір сұрақ айдарына жауап бере кетейік. Кеше Лионель Месси Чемпиондар Лигасында ең алғашқы ойынын қай командаға қарсы өткізді және қай жылы өткізді деген сұрақ қойылған болатын. Өте көп адам дұрыс жауап берді, бірақ енді араларынан кездейсоқ таңдап алдым мына жігіттерді. Мінекей назарларыңызда дұрыс жауап берген жігіттердің бәріне красавчик дейміз. Лионель Месси Чемпиондар Лигасындағы ең алғашқы ойынын 7 желтоқсанда 2004 жылы Шахтер Донецкке қарсы өткізген болатын. Ал достар, олай болса бүгінгі жаңалықтарымызды бастайық. Сіздер бізді білесіздер, біз әдептен озбаймыз, көп созбаймыз, бастаймыз. Кеттік. Ал енді достар, бүгінгі бір сұрақ айдарының кейіпкері ол әлемнің ең үздік ойыншыларының бірі Криштиану Роналду болады. Және де Криштиану Роналду жайлы бір қызық ақпарат айта кетейік. Криштиану Роналду темекі шекпейді, арақ ішпейді, және де ең қызығы, денесінде ешқандай да татуировка жоқ. Тату денесіне салдырмайды. Неге десеңіздер, Криштиану Роналду жиі донорлыққа қан өткізеді. Сол үшін денесіне ешқандай да тату салдырмайды екен. Респект десек болады. Ал енді сұрақ достар, Криштиану Роналдудың ұнататын түсі қандай және сүйікті ісі қандай, яғни хоббиі қандай? Жауабын білсеңіздер бірден комментарияға жаза отырыңыздар. Ал біз ары қарай жылжимыз, себебі қызықтың бәрі алда. Ал достар, кеше Чемпиондар Лигасының 1-8 финалының соңғы ойындары өтті. Лил мен Челси кездескен болатын. Лил бірінші голды салғанымен Челси бірақ өзінің бір баш жоғары екенін дәлелдеді. Және де 2-1 есебімен Челси командасы ұтты, келесі кезеңге өтті. Одан кейін өтте бір қызық ойын болды. Ювентус өзінің үйінде Вильярреалды қабылдаған болатын. Бірінші кезеңде 1-1 деген есеп тіркелді. Кеше таң қалдырды. 0-3 деген есеппен Ювентус өзінің үйінде Вильярреалға ұтылды да қалды. Осылайша Вильярреал клубы 1-4 финалға шықты. Ал жалпы Чемпиондар Лигасында 1-4 финалында ойнайтын 8 команда мінекей көз алдарыңызда. Бүгінгі жаңалықтарда кешегі Барселона мен Spotify-дың серіктестігі туралы жаңалықтардан бастасақ, Spotify Барселона мен бірге 4 жыл келісім шартқа отырды. 4 жылдық келісім шарт. Spotify Барселонаға жазғы трансферлік терезелер ашылған кезде 300 миллион евро беретін болады. Одан бөлек жылына 93 миллион евро береді екен. Жалпы швециялық компания Spotify-дың эмблемасы Барселонаның ерлер командасында да және де әйелдер командасының футболкасында да болатын болады. Жалпы бұның алдындағы спонсорларды Rakuten мен жылына 70 миллион евроға келіскен болатын, бірақ пандемия кезінде, коронавирус кезінде Rakuten 40 миллион евро ғана берген екен. Қазір Spotify 2 есе артық беріп отыр десек те болады. Лапорта Барселонаға келгелі жақсы жұмыстар жүргізіп жатыр. Жалпы Spotify мен Барселонаның серіктестігі осындай жағдайда өрбу үстінде. Барселонаның формасының алдыңғы бөлігін Spotify-дың эмблемасы алды, бірақ Барселонаның формасының бір жеңі бос тұр. Сол жеңнен өзіміздің компанияның эмблемасын көргіміз келеді деген компаниялар болса, және де ақшалары жыл сайын 9 миллион мен 20 миллионның арасында қаржылай қанағаттандыра алса, Барселонаның басшыларын өздерінің компанияларының эмблемасын Барсаның жеңінен көре алады, деді Лапорта. Демек, Барселонаның жеңіне спонсор болу үшін 20 миллиондай ақшаңыз болуы керек деген екен. Ал Манчестер Юнайтедте Ральф Рангник пен Роналдудан басқа да жаңалықтар бар екен.
Манчестер Юнайтед стадионын күрделі жөндеуден өткіземіз деп шешкен екен. Немесе толықтай сносқа жіберіп, стадионды жермен жексен қылып, қайтадан басқа стадион саламыз деген ниеттері де бар екен. Ал Манчестер Юнайтедтің стадионы 1910 жылдан бері тұр. Және де қазіргі ауқымдылығы 74.140 адамды сыйғыза алады құшағына. Және де бірден бәрін сносқа жіберіп, жермен жексен етіп, қайтадан жаңа стадион салатын болса, 90.000 адамды құшағына сыйдыра алатын жаңа стадион саламыз деген ниетте отыр екен Манчестер Юнайтед клубы. Ал ПСЖ клубындағы жаңалықтарды айта кетейік. ПСЖ клубы Мбаппені ауыстыратын ойыншы таптық деп жарияға жар салып жатыр. Ол миландық жас шабуылшы Рафаэл Ляо деген жігіт. Мбаппенің орнына ауыстыра алады ма, ауыстыра алмайды ма, оны көре жатармыз алдағы уақыттарда. Бірақ франциялық клуб ПСЖ Парис Сен-Жермен осы Ляоға көз тігіп отыр екен. Жалпы Ляо перспективасы бар, өте мықты ойыншылардың бірі. Бірақ Рафаэл Ляоның өзі де Милан клубы да бұл трансферге бір қызығушылық танытып отырған жоқ. Жалпы Рафаэл Ляоның Миланмен келісім шарты 2024 жылға дейін. Мбаппенің орнын негізі ауыстыра алатындай-ақ мықты ойыншы, бұл перспективасы бар ойыншы. Бірақ Милан жібере қояма бұндай тамаша ойыншыны, және де Ляоның өзіне де жақсылап ойлану керек сияқты. Сіздердің ойларыңыз қандай? Өз ойларыңызды комментарияға жазып отырсаңыздар болады. Ал достар, жақында ғана өткен Чемпиондар лигасынан кейін Манчестер Юнайтедтің ойыншылары да, оның ішінде Криштиану Роналдо да өз-өзіне келе алмай жүр. Ал Атлетико Мадридтің ойыншылары бақытты әрі қуанышты. Криштиану Роналду бірінші рет өзінің қарсыласы Диего Симеонды келесі кезеңге өткізіп қойды. Және де Криштиану Роналдуда бұндай жағдайлар көп бола бермейді. Чемпиондар лигасында міндетті түрде гол соғатын еді, бірақ бірде-бір соққы бағыттамаған екен. Ал Диего Симеонның қуанышында шек жоқ болып, Олд Траффордты айналып жүгірген еді. Оған пластик құмыраларды лақтырды, аузына келгендерін айтты Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлері. Ал Криштиану Роналду мен Месси осымен екінші рет 1-8 финалға өтпейді. Және де осы жылы алтын доп алуға үмітті футболшылардың қатарында Криштиану Роналду 16-шы орында тұр, ал Месси болса 20-шы орында тұр екен. Бұндай жағдайды біз көп көре бермейміз. Ал Криштиану Роналду соңғы 16 жылда бірінші рет трофей кубок алмайтын болып тұр. Өкінішті. Не дегенмен де, көн алмағанмен де, көр алмағанмен де, бұл екі мықтының дәуірі жай өтіп бара жатқан сияқты, жастарға орынды беру керек тәрізді. Ал енді Криштиану Роналду Манчестер Юнайтедтен кетеді деген қауыс өтті. Біз де көп айттық, ел де көп айтты, марка басылымы да, АЕС басылымы да бәрі айтып жатыр. Криштиану Роналду кетеді. Парис Сен-Жерменға барып қосылады деген жаңалықтар көп. Сол жаңалықтар шындыққа айналуы мүмкін, себебі Криштиану Роналдудың сабыры сарқылды, сабыры қалмады. Көп ұтатын команда керек. Егер ПСЖ-ға Зидан келетін болса, міндетті түрде Роналду баруы мүмкін. ПСЖ-дан басқа Роналду баратын жерді мен елестете алып отырған жоқпын. Егер сіздердің бір ойларыңыз болса, басқа командаға жарасады деген, сол команданы комментарияға жазып кетсеңіздер болады достар. Ал енді достар, бүгін Лига Европаның ойындары басталады. Бұл жерде де қызықты ойындар көп. Ең бір маған қызық ойын Галатасарай мен Барселонаның ойыны. Себебі Камп Ноуда Барселонаның үйінде Галатасарай мен Барселона 0-0 болды. Енді Галатасарайдың үйінде қалай болады, оны бүгін бақылайтын боламыз, бүгін көретін боламыз. Бүгін елорда уақытымен 23:30-да Галатасарай Барселона Қазақстан ұлттық арнасында көрсетілетін болады. Және де 23:30-да тағы да бір қызықты ойын бар, ол Байер Аталанта ойыны. Ал достар, Лига Европаның қызық ойындары бұнымен бітпейді. Түнгі 2-де де тартысты ойындар жалғасатын болады. Олар Айнтрахт Бетис өте тартысты ойын, және де Вест Хэм Севильяда қызық ойын, және де Лион мен Портудың тамаша ойынын көре аласыздар достар. Бүгінге осы, назарларыңызға үлкен рахмет. Бір сұрақ айдарына жауап беріңіздер. Бүгінгі жаңалықтар ұнаса лайк басыңыздар. Бүгінгі жаңалықтарға қатысты ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде комментарияға жаза отырыңыздар. Ең бастысы, ардаға жазылуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Рахмет достар.